үлкен Алматы көліне біз автомашиналарды жіберуді тоқтатқанбыз арнайы жүйеспен бұйрықпен. Өйткені қазіргі уақытта жолдың қауіптілігі өте жоғары. Бұғанға дейін кейбір жерлерде автомобильдер соғысты, жолдың дұрыс болмағанына байланысты. Сондықтан да сондай мәселелерге байланысты қазіргі уақытта Қазавтожол мекемесінен қазіргі уақытта өзіміздің Алматы қаласы әкімдігі осы жолды балансына алып, болашақта осы жол жасау жұмыстары және де жолға құлап кететін жаңағы тастар, жарлар, соларды бекіту, қатайту жұмыстары бойынша болашақта жоспар жасалынады. Және де бұл жерде өздеріңіз көріп отырғандай қазіргі уақытта енді инфраструктураның ештеңесі жоқ. Болашақта осы жерлерде де бір жақсы демалатын аймақ жасаймыз. Мәселе бұл жерде экологияны, табиғатымызды сақтау мәселесі бойынша болашақта әр машиналарды жібере бермей, тек қана автобустар, частный машиналарды да жібермеу. Өйткені қазір частный жеке автомашиналарда өте көп. Сондықтан да оларды да жібермей, тек қана бір арнайы компания жеке туристерді тасып, жеткізу және түсіру жұмыстарында ойластырудамыз. 2 жылдың ішінде қолға алынады.